Ұзақ күткен жазғы демалыста келіп жетті. Биыл тараздық бүлдіршіндер үшін бұл маусым ерекше есте қалмақ. Өңірде балалардың бос уақытын қызықты әрі қауіпсіз өткізу үшін іс-шаралар жоспары бекітіліп, арнайы облыстық штаб құрылды. Қазіргі таңда штаб мүшелері жазғы маусымға дайындық және үйлестіру жұмыстарын толық қарқынмен жүргізіп жатыр. 3 ай демалысты үйде телефонға телміріп өткізу артта қалды. Биыл аймақ балаларының жазғы сауықтыруына жергілікті бюджеттен 662 миллион теңгеден астам қаражат бөлініпті. Оның басым бөлігі, яғни 537,8 миллион теңгесі қала сыртындағы лагерлердің сапасын арттыруға жұмсалады. Мектеп жанындағы ыстық тамақпен қамтитын лагерлерге 127,5 миллион теңге қарастырылған. Ең бастысы, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар да назардан тыс қалмайды. Олардың демалысы толықтай қамтамасыз етіледі. Бүгінде штаб тарапынан барлық дайындық және үйлестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы жазғы оқу сауықтырумен қамтылатын балалардың үлесі едәуір артып отыр. Былтырғы жылы 193,297 бала қамтылып 88,7% құраса, биыл балалардың жалпы санынан 96%-ға жуығы қамтылатын болады. Өңірдегі оқу сауықтыру орталықтары мен лагерлер жаңа жазғы маусымға толық дайындық жүргізуде. Қазіргі таңда Мөлдірбұлақ, Балауса, Жұлдыз, Жырындысай мемлекеттік лагерлері, сондай-ақ Берікқара мен Тау-Самалы сияқты жекеменшік демалыс орындарында инфрақұрылым жаңартылып, қауіпсіздік талаптары күшейтілген. Мамандар нысандардың санитарлық жағдайы мен балалардың жайлы демалуына қажетті барлық жағдайды бақылауға алыпты. Бекзат Әшірбай, Назерке Бергенғали, Айдос Құстаубек, Қордай 24 Ньюс.